Балалар сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағымызды бастадық. Бүгінгі сабағымыз біздің изопроцесстер. Изопроцесстер графиктері деп аталады. Ендеше тақырыпты жазып қойсаңдар балалар. Мен өзімді қалай көрсетемін жерге? Көрсетемей жатырмын. Жарайды, осылай қалдыра берейін онда. Изопроцесстер. Балалар біз білеміз, қазір келесі слайдты ашайын. Изопроцестердің балалар бізде үш процесі бар. Сол үш процестің бүгін балалар бір ғана процесін өтеміз. Ол бізде изотерма деп аталады. Бойлмарет заңы. Ендеше бұл тақырыбымыз біздің 3 сағатқа арналған екен. Бірінші тақырыбымыз өтейік, изопроцесстер. Ол бізде изотермалық процесс. Ендеше мына анимацияға қарасаңдар, былай болып тұр. Мына сол жақтағы суретті қараңдаршы. Сол жақтағы сурет. Сендер үшін оң жақ болуы мүмкін. Үрленген шардың астына от қойған. Отты қойсақ, онда біздің шарымыз көлемі үлкен болып жатыр. Сосын ішіндегі молекулалардың жылдамдығы артып, оның қысымы артып жатыр. Иә, түсінікті, астына шам қоятын болса, онда ішіндегі газ бізде ысып жатыр. Температурасы артады, қысымы артады, сосын көлемі үлкейеді. Үш жағдай. Ал екінші суретке қарайық. Астына мұз қойған. Егер мұз қоятын болса, онда біздің үрленген шарымыздың көлемі кішірейеді, температурасы азаяды, сосын қысымы да азаяды екен. Үш шаманы қарастырып жатырмыз. П қысым, В көлем және Т температура. Иә? Осы үш шамаға, П, В, Т-ға қатысты шамаға жазылған теңдеуді біз идеал газ күйінің теңдеуі дейміз. П, В, Т-ға қатысты теңдеуді идеал газ күйінің теңдеуі дейді екенбіз. Және оны біздегі ұсынған ғалымдар Менделеев және Клапейрон деген екі ғалымның атынан аталады екен. Менделеев Клапейрон теңдеуі идеал газ күйінің теңдеуі екен осы. Ендеше формула жазсаңдар болады. ПВ тең болады М бөлінген үлкен М, РТ деген формула. Бұл бізде идеал газ күйінің теңдеуі екен балалар. ПВ. Мына жерде П бізде кішкентай әріп балалар. Ұмытып кетпеңдер, ол бізде қысым ПВ тең. Енді осы жерде П да бар, В да бар, Т да бар. Осы үшеуісіне қатысты құрылған теңдеуді біз идеал газ күйінің теңдеуі дейді екенбіз. Енді осы формуланы кішкене түрлендірсек болады екен балалар. Қараңдар. П-ны қалдырайын. Иә? Қазір мышканы қосып алайын балалар. Жақсы жалып жазсын. Сендерге шумно болып жатқан жоқ, мына тағы да бір класс жұмыс істеп жатыр. Қандай формула дедіңіз ағай анау? Ой, мынау менде қисық жазып кетіп жатыр. Қазір балалар. Енді жазып көрейік. ПВ тең. Мына кіші М бөлінген үлкен М деген ол болар бізде зат мөлшерін берген, ньюді берген. Значит, нью көбейтілген РТ болады екен. Гүлнұр апай, бір ақ қағаз бере саласыз ба маған? Біреу жетеді. Любой бере саласыз. Рахмет. Кетеді, рахмет. Енді көрді, ПВ тең нью РТ болды. Сосын бізде балалар мына ньюмыз тағы да N бөлінген N-ға тең болатын. Значит, келесі формуласы былай болады екен. ПВ тең N бөлінген N-а РТ деген формулаға тең болады екен. ПВ тең. Сонымен мына үш формуланы балалар біз идеал газ күйінің теңдеуі ретінде алсақ болады екен. Үшеуінде де П да бар, В да бар, Т да бар. Менделеев Клапейрон теңдеуі біріншісі, қалғандар енді түрлендірген формулалар болып есептеледі. Байқадыңдар ма, мынау бізде шардың ішінде М деген масса бар. М деген масса бізде константа өзгермейді. Өйткені ол үрленген кезде үрленген жоқ, ол көлем үлкейді. Оның ішіне ешкім газ берген жоқ. Иә, сырттан газ кірген жоқ. Демек массасы өзгермейді. Оның мольдық массасы да өзгермейді. R деген мына үш шама өзгермейді екен. Универсал газ тұрақтысы. Өзгеретін П, В және Т. Енді осылардың үшеуінің өзгеруіне қатысты процесті біз изопроцесстер деп атайды екенбіз балалар. Бізде П-ны В-ға көбейтіп, мына Т-ға бөлетін болсақ, мына үшеуінің бізде көбейтіндісі мен бөліндісі қатынасы тұрақты болып қалады екен. ПВ тең, ПВ бөлінген Т тең константа болып есептеледі екен.
Жақсы, ендеше балалар келесі слайдыма көшейін. Келесі слайдыма көшейін балалар. Изопроцестің бірінші процесс бізде балалар изотермалық процесс. Изотермалық процессе балалар бізде температура өзгермейді. Температура өзгермесе, онда бізде мына П мен В-ның көбейтіндісі де өзгермейді деген сөз. ПВ тең константа болады. П үлкен болса, В кішірею керек. Өйткені тұрақты шамалы үшін, П кішірейсе, онда бізде В үлкею керек болады. Келесіде, П-ның Т-ға қатынасы бізде константа болады екен, оны біз изохора дейді екенбіз. Бұл жерде көлем өзгермейді. Біріншіде температура өзгерген жоқ болатын, изотерма деп атаймыз. Екіншіде көлем өзгермейді, изохора деп атаймыз. Үшіншіде П қысым константа болады, сол кезде бізде қысым өзгермейді, В мен Т-ның қатынасы өзгереді екен. Осы бізде тұрақты болып қалады екен. Оны біз изобара деп атайды екенбіз. Енді келесі слайдқа көшейік. Келесі слайдымызда не айтылады екен? Келесі слайдта бізде балалар процестің бірінші изотермалық процесске келеміз. Енді қараңдар. Шприц. Шприцтің ішінде кішкене ғана үрленген шарды байқап тұрмыз. Бұның сырттан ешкім жылу беріп отқан жоқ, демек температура тұрақты, изотермалық процесс. Егер де сырттағы қысымды азайтатын болсақ, демек шприцті сорып жатырмыз ғой, бүйтіп. Үлкейтетін болса, онда бізде ішіндегі шарымыз кеңейеді екен. Зато оның ішіндегі қысымы бізде не істейді? Азаяды екен. Көлем үлкейіп жатыр, қысымы азайып жатыр. Ол бізде изотермалық процесс екен. Бұны Бойл және Мариот деген ғалымдар негіздеген болатын бұл заңды. Сол үшін бұл заң бізде Бойл-Мариот заңы деп аталады екен. Бойл-Мариот заңында бізде балалар ПВ константа болады және Т константа болады екен. Олардың графиктеріне назар аударсаңдар, қараңдар. Бізде П қысым кішірейіп жатыр, азайып жатыр. Зато бізде көлем үлкейіп жатыр. Екеуінің көбейтіндісі бізде тұрақты болып қалады екен. Біз қазіргі жағдайда П және В-ны ғана екеуін ғана салыстырып жатырмыз. ПВ. Және бізде Т бар ғой. Енді Т-ны П мен, Т-ны В мен салыстырып көрейік, графигін қарайық. Т-ның В-ға қатысты графигінде көрдіңдер ма? Т бізде өзгермейді, тұрақты болып қалады мына. Ал П-ның Т-ға қатысты графигін қарасаңдар, мына Т графигі бойынша өзгеріссіз қалып жатыр. Демек, В Т-ға тура пропорционал, П Т-ға тура пропорционал дегенді білдіреді екен. Мен сендерге сабақтан кейін слайдты жіберем. Не жасап аласыңдар, конспект жасап аласыңдар. Мен тоқтамай кетіп жатырмын. Артында есебі бар, есептерде шығаратын боламыз. Енді бірінші тапсырма қалай жауап бересіңдер? Егер поршенді дейді, 3-тен 1-ге солға қарай қозғалса, поршенді былай қарай қозғалсақ дейді. Қазір тағы жазайын. Поршенді былай қарай қозғалсақ балалар, қысым және көлем қалай өзгереді? Дауыс шығарып жауап берсеңдер болады балалар. Қысып жатырмыз поршенді. Барсыңдар ма? Әліби, Манас. Бағанағы шприц сияқты ма? Қатырақ сөйлеш балам. Бағанағы шприц сияқты ма? Аха. Поршенді қысып жатырмыз. Сол кезде ішінде көлем не істейді? Азая ма, көбейе ма? Азаяды. Сығып жатсың. Қысым бізде көбейеді, бірақ көлемі азаяды дегенге келіп жатырмыз. Егер де поршенді сыртқа қарай созатын болсаң, сәйкесінше онда не істейді? Көлемі артып жатыр, бірақ бізде қысымы азаяды. Міне, осындай жауап болады екен. Енді келесі есеп шығарып көрейік балалар. Келесі есеп сәл кішкене күрделірек болады. Қараңдар, былай дейді. Мен жазып есепті шығарып көрейін. Бізде берілгені не екен? Жалпы ыдыс берілген. Жалпы ыдыс берілген, В жалпы деп қойайын. Осы ыдыстың үлкендігі 0,5 литр екен. 0,5 литр. Осының ішінде су бар екен. Оны В1 деп қойын, бірінші жағдайдағы су, Оның көлемі 0,3 литр екен. Судың көлемі 0,3 литр екен. Соны дейді, былай дейді, турист сырттан ауа кірмейтіндей етіп, құтының аузынан ішті суды. Ішкен кезде су азаяды ғой, бірақ та ауаның көлемі ішінде көбейін деп тұр.
ішкен суы оның, так, су ішеді. Су ішкен кезде оның ішіндегі қысым, ауаның қысымы азайыпты. P2 болыпты. P2 сонда 80 килопаскаль болыпты. 80 килопаскаль. Ой. 80 килопаскаль болыпты. Мен бірге бір жазып отырсаңдар түсінесіңдер, 80 килопаскаль. Ал басындағы онда ішіндегі қысым қанша болды дейтін болсақ, ол былай. Тұрақты ауаның қысымы балалар бізде 100 килопаскаль, 100 мың паскаль болатын. 100 мың паскаль, 100 мың паскаль. 100 килопаскаль деп жазайын. 100 килопаскаль. Менімен бірге жазып алсаңдар, қазір түсінбей аласыңдар. Ал кеттік онда. Не тап дейді бізге? Бізге тап дейді, ол қанша су ішті дейді. Онда бізге дельта В-ны табу керек. Қанша су ішті? Жақсы. Бағана сендер константа дегенге мында бір формуланы көрсеткен болатын балалар. ПВ бөлінген Т константа деген формуланы көрсеткен. Бізде былай екен. Бірінші жағдай көлем, бірінші жағдай қысым, бірінші жағдай температура бізде тең болады екен. P2 V2 бөлінген T2. Бізде ешқандай сырттан жылу берілген жоқ қой. Сол үшін Т-лар бізде не істейді? Қысқарып кетеді екен. Енді P1 бар, P2 бар. V1 деген 0,3 литр су бар. Бізге су емес, бізге газдың қысымы керек қой. Онда былай болады балалар. Мына V1 штрих деп қойын. Онда V1 деген көлем табатын болсам, қандай көлем болады? Құтының өзінің үлкендігі 0,5 литр болатын болса, ішіндегі су 0,3 литр. Онда ішіндегі ауа бізде 0,2 литр болып тұр ғой. 0,2 литр. Маған жазу қиын болып отыр, сол үшін V1 деп сразу өсіп жазып отырмын. V1. Осылай болды. Осылай болды. Жақсы. Ендеше балалар біз V2-ні іздеп көрейік осы жерден. Мына формуладан V2-ні табатын болсақ, былай болады екен. P1 көбейтілген V1 бөлінген P2 болады. Ендеше жазайық. P1 бізде 100 килопаскаль болған. 100 килопаскаль. Ал V1-іміз бізде қанша еді? 0,3 еді? 0,3. 0,3 литр. Бұны қыбыжға айландырған жоқ, өйткені жауапты мен қазір литрмен алам өйткені. Бөлемнің 80 килопаскаль. 80 килопаскаль. Оны да мен айландырған жоқ, өйткені қазір килопаскаль мен килопаскаль қысқарып кетейін деп тұр. Ой, кешіріңдер. 800 емес 80 килопаскаль. Міне. Жаңа айтқандай килопаскаль мен килопаскальды қысқарттым. Мына мынаған бөлдімді 0,3-ке көбейтейін. P1. Ой, кешіріңдер балар. Менде V1 деген 0,2 екен ғой. 0,2 литр. Мына жер 0,2 литр екен. Енді 100-ді 0,2 көбейтіп 80-ге бөлетіндер болсаңдар, балар, онда 2,25 бола ма? Или 2,5 бола ма? Жауабын беріңдерші маған. 0,80. 25. 20 қанша? 2,25 па? 6,125 шықты. Осылай ма? Мен дауыстарды естімей отырмын. 0,125. 0,1 шықты ма? 100-ді 0,2-ге көбейткенде 500 шығады, сол 500-ді 80-ге бөлгенде 6,125 шықты ғой. Дауыстар не үшін екен білмедім, олар маған жай естіліп жатыр. Мына мен жазғаным дұрыс па? Калькуляторда 6,125 деп шығады. Қазір балар, мен бете салайын. Так. 20-ны, значит, 100-ді 0,2 көбейтсем 20 шығады ғой, 20-ны бөлемін 80-ге. 0,25 дейді. Кешіріңдер. 0,25 литр. 0,25 литр. Дұрыс екен. Дұрыс жаздық енді. 0,25 литр болды. Енді қарайық балар, қанша су ішті. Басында
0,3 литр су еді ғой, кейін 0,125 қалды. Значит, дельта в табатын болса, біз не істейміз? В1-ден азайтамыз, кейінгі қалған суды В2-ні. Сырттан ауа кіргізбей ішетін болса, онда қанша су ішеді екен дегенге сұраққа жауап береміз. 0,3-ті азайтамыз 0,25-тен. Сонда бізге не береді? 0,105 литр. Ол деген 50 грамм ғой, сонда 50 грамм су ішейін деп тұр ғой. Міне, жауап олар бізде осылай болады екен. Үйге осы тақырыптан кейін бізде есептер бар, сол есептерді шығарасыңдар. Маған жеке жібересіңдер, мен сендерді бағалаймын. Мен қазір осымен немді записті доғарамын.